Сонымен қатар біздің тағы да эфиріміздің қонағы Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің студенті Сәрсенғали Жұбатқан. Қош келдіңіз, Сәрсенғали. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Сәрсенғали, енді өзіңізді осы бүгінгі дәрігер маманына қалай келдіңіз және бірінші өзіңізді толық таныстырып кетсеңіз. Қай жердің тумасысыз? Бүгін мен енді шақырып жатыр екенсіздер, рахмет. Мен өзім Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Сенек ауылы дейтін жерден туып өскен азаматпын. Қазіргі таңда сол облыстан мед колледж бітіріп, осы жоғары білім алу менің бір мақсатым еді. Соған енді міне қазіргі таңда Ақтөбе қаласында Ақтөбе қаласында медициналық университетте оқып жатырмын. Марат Оспанов атындағы. Осы енді сіз негізінде колледж бітіріп келгенде есейген шағыңызда Марат Оспанов университетіне келдіңіз. Енді сіздің осы өмірге келген, енді осы мамандыққа келген мақсатыңыз, себептер қандай? Себеп біріншіден енді бала кезде бір арманымыз болды. Осындай енді сұрайды ғой, сізде қандай маман боласыздар деп мұғалімдеріміз. Сол кезде айтатынбыз, мен өзім жалпы фармацевт дейді ғой, дәріні шығаратын мамандар болғым келеді деп айтатын бала кезде. Енді ол өсе келе ойымыз, өрісіміз өсіп, қазіргі таңда бір маман иесі болғымыз келіп өзіміз таңдадық. Негізгі жалпы себебім менде өзімнің ағам болды, дәрігер, хирург, Жеңіс дейтін ағамыз бар. Сол кісінің жолын көріп, ақ халат кигенін көргесін бізде арманым болды. Көріп өсіп, сол кісінің ақылымен бір жағынан не алдық. Түрткі болып тұрған сол кісі, Негізінде өзіңіздің ата-анаңыз дәрігер маманы ма? Ата-анам жоқ, кәдімгі простой адамдар, қарапайым үй шаруасында. Түрткі болған сол сіздің бауырыңыз. Ағам, әкемнің інісі, туған інісі. Жақсы. Енді осы маман иесіне келдіңіз. Қазір нешінші курс студентісіз? Қандай маман иесісіз? Немесе болашақтағы маман иесі, қандай маман иесін оқып жатырсыз? Қазіргі менің мамандығым қоғамдық денсаулық сақтау факультеті 2-ші курс студентімін. Менің негізгі мамандығымыз эпидемиолог дәрігер, гигиенист деп айтады, тазалық жөнінде. Енді бұл мамандыққа негізгі келу мақсатым зерттеу болды, кішкене эпид ахуалдар болды ғой, осы коронавирус кезінде біздің эпидемиолог мамандарымыз тапшы болды ма? Бір ауыр жұмыс атқарды енді, жетіспей атты мамандар. Сол кезде бір өзімнің бір мақсатым болды, сондай бір ахуалға елмен көмектесіп, мамандар болып, халқымызды аман алып қалу, сондай мақсатта бір ой болды енді, осындай маманды алып шыққым келді. Тапшы болғасын, неге жетпей жатыр деген сияқты өзімде сұрақтар болды да. Сол сұрақ мазалады, мазалады мені. Маман, осындай маман иесі аздау деген сияқты. Аздау деген, Сол сізге жұмыс барысында сізге сол түрткі болды, осы мамандық иесінің жаңағы таңдау себепкері. Енді бүгінгі тақырыпта жалпы мамандық таңдау, енді өзіңіз неліктен осы дәрігерлік мамандықты таңдадыңыз деді, жаңа келіп осы колледж бітірген мамандығыңызда осы келе ма, сай? Жалпы басқа мамандық иесісіз ба? Жоқ. Медицинаны бітіріп келдіңіз? Медицинаны бітірдім, фельдшер мамандығы. Жедел жәрдем қызмет жасады, жедел жәрдемде. Енді осы қазіргі таңда, Сәрсенғали, болашақта қандай осы мамандықта қандай жоспарларыңыз бар? Ендігі осы мамандықты бітіріп шыққаннан кейін деп отырсыз ғой. Енді бұл біздің негізгі мамандығымыз енді адам емдеу емес, бірақ алдын алу бізде мақсат, негізгі жұмысымыз. Тазалықты, денсаулықты, адамның өмір салтын сақтау, мысалға ұйқы режимі, мысалға барлығы біздің неден қалай айтсақ болады? Денсаулықтың бұзылуына түрткі болатын мәселелер негізі. Сол енді мына халыққа бір жақсы септігімізді тисек деген арманымыз бар, жаңағыдай ақыл кеңесіміз, консультация дейді ғой, мысалға сондай нелерді. Мысалы, аурудың алдын алу кезіндегі сіздердің жұмыстарыңыз, Мысалы, осындай Құдай сақтасын бір ауруға шалдығып қалмау үшін, жаңағыдай бір алдын алып жатқанда үлкен көмектеріңіз тиіп жатады. Сол мамандық иесі, дәрігерге дейін үлкен көмек. Адам өзінің қалай қалыптастыру керек, денсаулығын. Енді осы медицина мамандығын таңдау өте қиын деп жатамыз, шындықты айтқанда, ол үшін осы
мамандығын алу үшін біз бір өзіміздің бір талай өмірімізді, жарты жылымызды десек болады, енді өмір сүріп жатқан бір талай 7 жыл оқып жатамыз, 8 жыл оқып жатамыз деп жатады медицина, жаңағы доктор болу үшін, профессор болу үшін, енді ол әрмен қарай да іздестіріп жатамыз. Енді қазір таңда шындықты айтқанда ауру түрлері де көбейіп кетті, иә. Осы шындықты айтқанда өзіңіз қалай ойлайсыз? Дәрігер білікті оқуды көп талап ете ма? Немесе жаңағы тәжірибе жүзінде көп талап ете ма? Өзіңіз енді осы қалай ойлайсыз? Қалай келдіңіз? Дұрыс сұрақ қойып отырсыз. Мынау негізгі ең бірінші мәселе бұл жерде теория дейді ғой. Бірінші теориямен сіз білім алмасаңыз, сіз практика жасай алмайсыз. Неге? Өйткені сіз ана жердегі жаңағы мағлұматты алғаннан кейін, сол аурудың қалай емін іздегеннен кейін, сол туралы сіз уже ана миыңызға құйып оқып, соны ізденесіз ғой. Соны сіз барып практика ретінде соған жұмсайсыз. Жүзінде жұмыс жасау керексіз. Жұмыс жасайсыз. Енді практиканың да көп әсері болады. Мысалға сіз жаңағы теорияны оқып келгеннен кейін басқа мамандардан, өзіңізден жоғары білім мамандардан көрген нелеріңізді істей аласыз. Бірақ бұл жерде негізгі теория, сізде басыңызда теория болмаса, сіз практикаға қатты іліге алмайсыз. Негізінде енді осы маман иесін негізінде қызығушылық болу керек деп ойлаймын өзім. Әр маман иесін бір жақсы көру керек. Мысалы, сіз үшін дәрігер қазіргі таңда кім? Қалай ойлайсыз? Дәрігер қазіргі таңда мына емін таба алмай жүрген науқастардың бір алдын жағы қорғаушысы ретінде ғой, былай айтқанда, ол оңай мамандық емес. Ол мамандықты алып шығу үшін де қаншама еңбек, қаншама стресс кетеді, оқуың керек, күні-түні жаңағы нені жаттау, бәрі оңай емес негізі. Бұл салаға жаңағы келіп, дайын болып келу керек шын психологиялық тұрғыда да. Ізденісте 10 жыл дейтін, мектептен кейін де 10 жыл оқу дейтін анау-мынау адам мысалға оңай емес. Шыдам керек біріншіден. Соған алдыңда мақсат болса, қоя білсең, соған жетсең, сонда ғана сен уже дұрыс маман боласың деген. Енді қазіргі таңда, мысалы, дәрігер кез келген жерде жазатайым болып қалған оқиғада, мысалы, сол адамға көмек көрсету тиіс. Сіз алғашқы көмек дейікші, енді жазатайым бір оқиға болып қалды, Құдай сақтасын, ал сіз сол көмекке дайынсыз ба өз басыңыз? Енді әрине, ол әрбір маман иесі болғандықтан сіз ол жерден кету міндетті емессіз. Сіз барып көмектесу тиіс. Неге? Өйткені сіз ол жердегі, мысалға, Құдай сақтасын, айтып отырсыз ғой, жаңағыдай бір оқшаулау керек болады, мысалға, бір тап болдыңыз, сол жердегі апат жағдайдан сәл былай басқа жаққа қарай алып кетіп, өзіңіздің жаңағыдай алғашқы көмек көрсетуіңіз тиіс. Алғашқы көмек көрсету барысында қандай, мысалы, енді немесе жағдайларда қолға алу керек? Мысалы, біреу қобалжып, шошып, паникаға кетіп қалады. Сол өзіңіздің бір бар ма сондай бір методикаңыз? Осы біздің көрермендерге алғашқы көмек кезінде осылай істеу керек деген сияқты бір айтып кете аласыз ба? Мен бір поликлиникада осы Жаңаөзен қаласында ол кезде студент, 2-ші курс, әлі не істеп жатыр, үйреніп жүрік. Сол кезде бір қыз бала талып қалған болатын, сол өзімнің алдына өткен. Сол кезде уже сасқалақтау болады ғой енді ол жерде. Қобалжу, адамдар жан-жақтан тапырлап не болды деген сияқты болады. Сол кезде тоқтаңыздар енді, үйренген, оқыған, көргеніміз істейміз ғой енді ол жерде. Бірінші жас маманбыз, оқып жатырық, студентпіз. Өзін сол жердегі жаңағы адамдарды оқшау ашып, таза ауаға келетіндей, демалатындай жерге қойып, ауаны тарылтпай, кеңейтіп, сол жерден иісін жидыру ретінде жаңағыдай өзінің арнайы дәрі-дәрмектерін қолдана тұрып, иісін жиюға көмектескен болатын. Сол кезде бір қыз баланың бір ысы болды ма сол моментте, ауаның тарылуы, бір шаршап, ауырып келіп отқан бала ғой енді өзде. Соған енді дәрігердің бұрын соған барып бір көмектескен нем болатын. Сол кезде бір рахметін айтып. Ол аса енді ауыр емес, бірақ енді сол жерде бір өзіңе бір жүктелген міндет болды. Міндетіңізді атқардыңыз маман иесі ретінде, Енді жалпы жастар, қазіргі жастарды алсақ, өзіңіз енді жассыз ғой. Көп уақыттан шындықты айтқанда телефонда, таңның атысынан кештің батысынан телефонда телміріп отыратын жастар аз емес. Мысалы, сол жастарға не айтар едіңіз? Және сіз өзіңіздің бос уақытыңызды мысалы қалай өткізесіз? Бос уақыт бар ма өзіңізде? Жастар қазір шынымен де әлеуметтік желіде көп отырады ғой. TikTok, WhatsApp, Telegram дейтін, Instagram. Ол негізі
оған арнайы бір уақыт қою керек сияқты. Мен мүлдем кірме демеймін, бәріміз де оған кіреміз. Оның өзінің бір уақыт қою керек. Неге ол біздің кейбір бос уақыттарымызды алып жатыр да? Бізге пайдасы жоқ нәрселерді көп көреміз. Неге? Өйткені біз жаңағы студент болып жүрген шақта оқу үшін келдік қой енді. Сол үшін бізге керекті, одан да кітап оқу керек сияқты деп ойлаймын. Или спортпен шұғылдаңыз сәл сол бос уақытыңыз кезінде. Или ұйықтап алыңыз, ұйқыңызды қандырып. Зато жақсы жүресіңіз. Білмеймін, қазіргі таңда мен әлеуметтік желіде, қазір жасым үлкей деп айтпаймын, 26-ға келдік қой. Шама келгенше көп кірмеймін оған. Өзім спортпен шұғылданамын. Өзіңіз енді Сәрсенғали, бос уақытыңыз бола қалса не істейсіз? Менде бос уақыт шынымен де бола қалса, өтірік айтпайын, шамам келгенше бос уақыт болса ұйықтап аламын. Және жаңа өзіме керекті мамандығым бойынша кішкене ізденемін. Сәл тағы бір ашылайын, өзімнен кіші студенттермен оқып жатқасын, өзімді кішкене сол жерде үлкен сезінгесін. Қалай айтсақ болады? Білімді кішкене жоғарылатайын. Білімді жоғарылатуым керек болады. Олардың алдында мен сәл жоғары неге үлгі болуым керек. Сол үшін өзім бір ұялғандықтан жаңағыдай нелерді өзім үшін қойды бір жағынан практика ретінде керек болады. Алдағы уақытта мен дұрыс маман болғым келеді. Сол мақсатта мен осы жасқа келіп түскесін. Білім деп ойлаймын мен, білім керек. Сосын спортпен шұғылданамын, футбол ойнаймын, уақытым бос болса, жігіттермен хабарласып. Керемет. Сәрсенғали, енді сіздің қазіргі таңдағы ата-анаңыз, өскен ұяңыз туралы айта кетсеңіз. Өскен ұям, мен өзім 5-6 ағайындымын, 5 ер бала, үйде бір қарындасым бар, ең кішкентай. Менің қарындасым қазір өзімнен кейін бірінші курс оқып жатыр, 2006 жылға мен өзім. Осы мамандық иесі? Жоқ, осы мамандық емес, ол басқа мамандықта. Психология мамандығында оқып жатыр, қазір таңда бірінші курс. Ата-анам қарапайым отбасыдан шыққанбыз. Мені қолдады, мен осындай мамандықты жалғастырып келедім. Сіз ұлдың кенжесі болып тұрсыз ба? Жоқ, мен ортаншысымын. Ортаншысымын, рұқсатын берді. Мен енді өзің біл, балам, өзің оқығың келсе, осы таңдаған мамандығың бойынша нанын жейтін өзің. Сондықтан сен енді жасың келді, өзіңнің түсінігің бар, ойлау қабілетің болғандықтан сен өзің таңдаған мамандығын жалғастыруға рұқсат берген болады. Енді міне сол арманымызға жетіп, қазіргі таңда Ақтөбе қаласында оқып жатырық, білім алып жатырық. Біліміңізді шыңдап жатырсыз. Шыңдап жатырмын. Мен қарай, керемет, негізінде әр адам өзінің мамандық иесі болу үшін сол мамандықты жақсы көру керек, сол мамандыққа қызмет ету керек, ол мамандық сізге қызмет етеді сосын. Негізінде енді Сәрсенғали, сізді көрермендерде және өзімде жаңа болашақ дәрігер ретінде сізден бір енді кеңес деп айтсақ болады, кеңес сұрағымыз келеді. Осы қазіргі таңда енді өзіңіз естіп жатырсыз, қазір мына вирустардың көбеюі, адамдардың иммунитетінің түсуі, ауру, бір танымайтын вирустардың көп болып кетуі, осы жұқтырып алып жатамыз. Осындай маусымда иммунитетті көтеруге қандай бір кеңес берер едіңіз? Және мынау жастарға қазіргі таңда қандай кеңестеріңізді айта кетесіз? Қазіргі таңда шынымен де ауру көбейіп кетті ғой. Аурудың алдын алу үшін бізде дұрыс тамақтану бірінші мәселе, ең бастысы дұрыс тамақтану, дұрыс ұйқы болса, спортпен шұғылдану, таза ауамен, өзінің уақытын жақсы пайдалану, тиімді пайдаланса деймін, жаңағындай. Керек емес затпен әуес болмау керек. Денсаулыққа зияны көп затпен. Мен жастарға қазір шынымды айтсам, көп қарным ашып жатады. Керек емес заттармен әуестеніп жатады, өзінің уақытын босқа өткізіп жатады. Енді көріп жатқан көрермен болса, сізден бүгін енді қандай маман иесі болып, өзіңіз сол маман иесін талпынып, таңдап жатқаныңызға, сіз бір үлгі өнеге болатын адамсыз енді. Жастар қазір осының барлығын көріп, көрермен ретінде қарап отырса, сізді бір шабыт беретін, мақтан тұтар осындай бір жігіттеріңіз бар деп, сізге бір үлгі тұтатын, шынымен ақ өзіңіздің курстастарыңыз көріп жатса да, үлгі тұтар маман иесі болатыныңызға сенімдіміз. Маман иесі, осы маман иесі болыңыз,
болашақта үлкен медицина, ғылым, доктор, наук болыңыз. Көп рахмет. Сәрсенғали, біздің эфирге келіп, осылай өзіңіздің кеңесіңізбен бөлісіп жатқаныңызға біз әрмен қарай жалғастыратын боламыз.